Сәлем балақай, бүгін біз жәндіктермен танысатын боламыз. Балалар, естеріңе сақтаңдар, жәндіктердің зиянды және зиянсыз, тіпті улы түрлері болады. Ендеше олармен танысайық. Олай болса, менен кейін қайтала. Көбелек. Көбелек. Балалар, көбелектердің адам баласына ешқандай зияны жоқ. Көбелектер өте әдемі болады. Ара. Ара. Балалар, аралардан сақтану керек, себебі ара улы жәндік болып саналады. Шыбын. Шыбын. Шаян. Шаян. Балалар, естеріңе мұқият сақтаңдар. Шаяндар өте улы жәндік. Сол себепті шаяндардан аулақ жүріңдер. Келесі жәндік қанқыз. Қанқыз. Тарақан. Тарақан. Балалар, тарақандар тағамнан қалған қоқыстар мен қалдықтарды жейді. Сол себепті тамақты шашпай мұқият жеу керек. Өрмекші. Өрмекші. Шегіртке. Шегіртке. Маса. Маса. Инелік. Инелік. Қара құрт. Қара құрт. Балақай, қара құрт өте улы жәндік. Егерде қара құрт жәндігін көріп қалсаңдар, одан аулақ жүріңдер. Балақай, менің сөзімді мұқият тыңдап, менен кейін даусыңды шығарып қайтала. Қырық аяқ. Қырық аяқ. Бұл жәндіктің аяқтары өте көп. Сол себепті қырық аяқ деп аталады. Келесі жәндік құрт. Құрт. Құрттар түрлі жемістерде және ағаштардың діңдерінде өмір сүреді. Келесі жәндік жауын құрт. Жауын құрт. Жауын құрттар топырақта жаңбыр жауғаннан кейін пайда болады. Сол себепті жауын құрт деп аталады. Ұлу. Ұлу. Ұлулар өте баяу қозғалатын жәндік. Құмырсқа. Құмырсқа. Құмырсқалар өте еңбекқор жәндіктер. Олар жаз бойы тынбай еңбек етіп, қысқы азықтарын жинайды. Қоңыз. Қоңыз. Жарайсыңдар балалар. Енді сендер жәндіктермен таныс болдыңдар. Балалар, жаңа айтып өткен улы жәндіктер естеріңде ме? Олай болса, сол жәндіктерді көріп қалсаңдар, олардан аулақ болыңдар. Себебі олар өмірлеріңе зиян тигізуі мүмкін. Сәлем балақай. Бүгін біз жануарлардың төлдерімен және аңдардың балаларымен таныс боламыз. Ендеше менің айтқанымды мұқият тыңдап, даусыңды шығарып, менен кейін қайтала. Жылқы. Жылқы. Жылқының төлін құлыншақ деп айтамыз. Қанекей, құлыншақ.
Құлыншақ. Жарайсың, балақай. Сиыр. Сиыр. Сиырдың төлін бұзау деп атаймыз. Қане қайтала? Бұзау. Бұзау. Түйе. Түйе. Ал түйенің төлін ботақан деп айтамыз. Қане қайтала? Ботақан. Ботақан. Қой. Қой. Ал қойдың төлін қозы деп атаймыз. Қозы. Қозы. Жарайсың, балақай. Ешкі. Ал ешкінің төлін лақ деп атаймыз. Қане, балақай? Лақ. Лақ. Лақтар өте сүйкімді болады. Келесі ит. Ит. Ал иттің баласын күшік деп айтамыз. Күшік. Күшік. Мысық. Мысық. Ал мысықтың баласын марғау деп айтамыз. Қанекей? Марғау. Марғау. Марғаулар өте нәзік әрі ұйықтағанды жақсы көреді. Келесі қоян. Қоян. Ал қоянның баласын көшек дейміз. Қане? Көшек. Көшек. Ал көшектер болса өте қорқақ болады. Келесі тауық. Тауық. Ал тауықтың баласы балапан деп айтылады. Қане? Балапан. Балапан. Балапандар өте сүйкімді болады. Шошқа. Шошқа. Ал шошқаның баласын торай деп айтамыз. Қане? Торай. Торай. Жарайсыңдар, балалар. Келесі түлкі. Түлкі. Түлкінің баласын жәутік деп айтамыз. Жәутік. Жәутік. Жарайсыңдар, балалар. Келесі қасқыр. Қасқыр. Балалар, қасқырлар жабайы аң, сондықтан олар өте қауіпті. Ал қасқырдың баласын бөлтірік деп айтамыз. Бөлтірік. Бөлтірік. Аю. Аю. Ал аюдың баласын қонжық деп айтамыз. Қане? Қонжық. Қонжық. Балақай, мені мұқият тыңдап, даусыңды шығарып қайтала. Келесі аң арыстан. Арыстан. Арыстанның баласын алан деп айтамыз. Алан. Алан. Елік. Елік. Ал еліктің төлін еңлік деп айтамыз. Еңлік. Еңлік.
Келесі бұғы. Бұғы. Бұғының төлін бұғышақ деп айтамыз. Қане? Бұғышақ. Бұғышақ. Барыс. Барыс. Барыстың баласы мәулен деп айтылады. Қане? Мәулен. Мәулен. Сәлем, балақай. Менің арнама қош келдің. Балақай, қане бірге қуырмаш ойынын ойнайық. Бұл ойынды ойнау арқылы біз қолымыздағы саусақтарымыздың атауларын біле аламыз. Олай болса, қане бастаймыз. Қуыр, қуыр, қуырмаш, балапанға бидай шаш. Атаң келсе есік аш, қасқыр келсе тұра қаш. Мынау менің алтын асық 5 ұлым. Бұлар барда болмас менің еш мұңым. Күні бойы еңбектеніп ерінбей, оралады үйге бәрі кешқұрым. Үлкен ұлым бас бармақ, болашақта игі істерді басқармақ. Балан үйрек екіншім, адалдыққа, әділдікке бекінсін. Ортан терек үшіншім, алып күштің иесі деп түсінсін. Шылдыр шүмек 4-ші, барша жұртым ептілігін көрсінші. Ал 5-шім бөбегім, ер жеткенде тиер сенің көмегің. Ал әзірге ұйықтай тұршы қояным, сен тұрғанша тоқаш жасап қоямын. Сен бас бармақ қойға бар, сен балан үйрек сиырға бар. Ортан терек түйеге бар, шылдыр шүмек ешкіге бар. Ал сен қояным үйде қал, сен қалаған тәттілердің бәрі бар. Міне қарашы, мына жерде май бар, мына жерде шай бар, мына жерде құрт бар, мына жерде сүт бар, мына жерде айран бар, мына жерде қаймақ бар, мына жерде түлкі бар, мына жерде күлкі бар. Балақай, бұл ойын баяу қимылдайтын бүлдіршіндердің қимылын тездетуге септігін тигізеді. Сонымен қатар тілін жаттықтырып, есте сақтау қабілетін жетілдіре түседі. Ояң, жасқаншақ балаларды топтасып жұмыс жасауға дағдыландырады. Сонымен қатар балалардың мінез құлқын шыңдай түседі. Сондықтан бұл ойынды ата-анаңмен немесе бауырларыңмен, не болмаса достарыңмен үнемі ойнап жүруге тырыс. Сәлем, балақай. Құстар әлеміне саяхат жасау арқылы тілімізді жаттықтырайық. Алдымен видеоға лайк басып, каналға тіркелуді ұмытпа. Ендеше менен кейін қайтала. Колибри. Колибри. Колибри әлемдегі ең кішкентай құс. Тоқылдақ. Тоқылдақ. Тоқылдақтар ағаштағы құрттарды теріп жейді. Қырғауыл. Қырғауыл. Қырғауылдардың құйрығы өте ұзын болады. Қоқиқаз. Қоқиқаз. Қоқиқаздардың түсі алқызыл түсті және аяқтары ұзын болады. Жұмақ құсы. Жұмақ құсы. Жұмақ құсы өте әдемі құс. Пингвин. Пингвин. Пингвиндер құс болса да ұша алмайды. Олар мұзды өлкелерде өмір сүреді. Шағала. Шағала. Түйе құс. Түйе құс. Түйе құстар өте үлкен болады. Қарға.
Қарға. Қарғалардың түсі қап-қара болады. Сауысқан. Сауысқан. Сауысқандар саңқылдайды. Шымшық. Шымшық. Шымшықтар шиқылдайды. Бөдене. Бөдене. Тырна. Тырна. Кептер. Кептер. Кептерлер біздің үйіміздің шатырына ұя салады. Бүркіт. Бүркіт. Бүркіттер аңшы құс, олар аң аулайды. Күрке тауық. Күрке тауық. Балалар, күрке тауық үй құсына жатады, себебі оларды адамдар қолға үйретіп асырайды. Қаз. Қаз. Балалар, қаз құсы да үй құсына жатады, себебі оларды адамдар қолға үйретіп өз аулаларында өсіреді. Үйрек. Үйрек. Тоты құс. Тоты құс. Балалар, тоты құстар өте ақылды болады, себебі адамның айтқанын қайталай алатын қабілетке ие. Тауық. Тауық. Тауықтар үй құстарына жатады, ал тауықтың балапандары өте сүйкімді болады. Торғай. Торғай. Үкі. Үкі. Үкілер орманда өмір сүреді. Жарқанат. Жарқанат. Жарғанаттар тек түнде ғана ұшады, себебі жарғанаттардың көзі күндіз көрмейді. Жарайсыңдар балалар, құстар әлеміне саяхаттау арқылы тілімізді керемет жаттықтырдық. Сәлем балақай, бүгін жабайы жануарлармен танысатын боламыз. Қанекей балақай, менен кейін қайтала. Арыстан. Арыстан. Балалар, арыстан аңдардың патшасы. Ол ормандағы барлық аңдарды басқарады. Жолбарыс. Жолбарыс. Гепард. Гепард. Гепард ең жүйрік жануар. Шүйбөрі. Шүйбөрі. Балалар, шүйбөрі жыртқыш-аң. Түлкі. Түлкі. Түлкі өте қу болады. Қасқыр. Қасқыр. Қасқырлар өте ақылды болады. Аю. Аю. Аюлар өте семіз болады. Сол себепті олар қорбаңдап жүреді. Қолтырауын. Қолтырауын. Қолтырауындар суда өмір сүреді. Ақ аю. Ақ аю. Ақ аюлар мұзды өлкеде өмір сүреді. Піл. Піл. Пілдер құрлықтағы ең ірі жануарлар. Керік. Керік. Керіктердің бойы өте ұзын болады. Елік. Елік. Еліктер сондай сүйкімді болады. Зебра.
Зебра. Зебралардың қара жолақтары болады. Маймыл. Маймыл. Маймылдар да адам сияқты бананды қатты жақсы көреді. Саған ше балақай, банан жеген ұнай ма? Коала. Коала. Коалалар ұйықтағанды жақсы көреді. Панда. Панда. Пандалар бамбук ағаштарын жегенді жақсы көреді. Тиін. Тиін. Тиіндар ағаштан ағашқа секіріп, жаңғақ жинайды. Қабан. Қабан. Қабандар өте бұзық болады. Бірақ балақай, сен бұзық болма. Мүйіз тұмсық. Мүйіз тұмсық. Мүйіз тұмсықтар өте күшті болады. Су сиыр. Су сиыр. Су сиырлар суда өмір сүреді. Жарайсың балақай. Енді сен жабайы аңдармен таныс болдың. Балақай, жабайы аңдарды хайуанаттар бағына барып көруіңе болады. Бірақ оларға қатты жақындама. Себебі жабайы аңдар өте қауіпті. А дегенім ауа, ата менен ана. Ә дегенім әріп, Б дегенім бала. В дегенім ванна, суы шипа жаңа. Г дегенім газет, күнде оқу қажет. Ғ дегенім ғарыш, Д дегенім дәріс. Е дегенім егіс, Ж деген жеміс. З дегенім зауыт, И дегенім иіс. Қысқа И ол йогурт, К деген күріш. Ля 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 ля. Ля 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 ля. Ля 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 ля. Ля 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 ля. Қ дегенім қолақ, Л дегенім малақ. М дегенім мақта, Н деген ноқта. Ың дегенім еңбек, еңбек бәрін жеңбек. О дегенім ойыншық, Ö дегенім өрнек. Б дегенім парыз, Р дегенім рәміз. С дегенім сауыт, Т деген тауық. У дегенім уыз, О дегенім ұлыс. Ү дегенім үйім, Ф деген фильм. Ля 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 ля. Ля 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 ля. Ля 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 ля. Ля 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 ля. Х дегенім халық, қаһарман әріп. Ц дегенім цифр, цифрда бар сиқыр. Ч чемпион аға, Ш дегенім шана. Ш щеткаға келді, бұл жуанды